Әділет партиясы сайлауалды штабының мүшелері Казатомпромның Буденновское уран өндіруші кәсіпорны ұжымымен кездесті. Жүдеу сөзден гөрі нақты іске басымдық берген партия өкілдері сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Негізгі бағыт елдің экономикалық тәуелсіздігін нығайту, сапалы жұмыс орындарын ашу және тұрғындардың әлеуетін арттыруға атсалысу. Сонымен қатар жоспарда жастарға арналған жеке ипотекалық бағдарламаны қарастыру бар дейді партиялықтар. Сайлауалды бағдарламада осы 5 жылдың ішінде толыққанды энергетикалық тәуелсіздікке жетеміз деп отырмыз. Тәуелсіздік деген шын мәнінде ол тек қана шекара емес, тәуелсіздік ол ең негізгі тәуелсіздіктердің бірі ол экономикалық тәуелсіздік. Соның ішінде азық-түлік тәуелсіздігі, энергетика тәуелсіздігі, осы энергетика тәуелсіздігіне үлкен үлес қосатын мекемелердің бірі осындай атом энергиясына тікелей қатысы бар өндірістер. Сондықтан бізде әзір 3 атом электростанциясы салынатын жоспарланып отыр. Осы 5 жылдың ішінде олар салынатын болады. Және де соның бастапқылары салынып іске кіріседі. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, кейбір атом электростанцияның салынуы 7 жыл, 8 жыл уақыттарды алады. Бірақ дегенмен осы 5 жылдың ішінде бастапқы атом энергиясын біз қолданылатын боламыз. Үгіт-насихат штаб мүшелері бұдан бөлек Самал автовокзалының жүргізушілерімен де жүздесті. Партия өкілдері өз бағдарламасының басымдықтарына тоқталып, маңызды саяси науқаннан тыс қалмау керектігін баса айтты. Саяси ұйым жастары ақпараттық парақшаларды таратып, штаб мүшелері кәсіпкерлермен қала тұрғындарына еліміздің болашағы әрбіріміздің даусымызға байланысты екенін жеткізді.